5 сынып қазақ тілі. Бөлім тақырыбы жануарлар әлемі мен өсімдіктер. Сабақтың тақырыбы жануарлар әлемі. Оқу мақсаттары: негізгі ойды анықтау, тіркес сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, лексикалық норма. Сабақ мақсаты: тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтап, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Бағалау критерийлері: тыңдалған мәтін мазмұнын түсінеді, ұсынылған ақпараттан негізгі ойды анықтайды, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолданады. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ой шақыру кезеңіне назар аударайық. Алдарыңызға берілген суреттер арқылы бүгінгі тақырыпты болжайық. Балалар, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жануарлар әлемі. Қызықты дерек: Қазақстан жерінде сүтқоректілердің 180, құстың 500, бауырымен жорғалаушылардың 52, қосмекенділердің 12, балықтың 102-ге жуық түрі бар. Омыртқасыз жәндіктер, шаян тәрізділер, ұлулар, құрттар бұдан да көп. Тек жәндіктер түрлерінің өзі 30 мыңнан асады. Қазақстанның солтүстігінде орманды дала белдемінде бұлан, елік, ақ қоян, сұр тышқан, су егеу құйрығы, ақ кекілік, көл айдындарын су құстары аққу, қаз, үйрек, шағала, қасқалдақ мекендеген. Еділ өзенінің жағалауынан Алтай тауы бөктеріне дейінгі астық тұқымдас шөп пен жусан, бетеге өскен далалық белдемде суыр, дала тышқаны, саршұнақ, ал құстан дуадақ, безгелдек, жылқышы, сұңқар, бозторғайлар, қыран қара кездеседі. Көктемнен күзге дейін бұл жерлерде ақ бөкен үйірлері жайылады. Олар қысқа қарай шөлді аймаққа ығысады. Ал енді балалар, тура және ауыспалы мағыналы сөздерге көңіл аударайық. Тура мағына сөздің затты я құбылысты атап білдіретін мағынасы, яғни әрбір заттың ұғымның өзіне ғана тән мағынасы. Ауыспалы мағынасы сөзді тура мағынасының негізінде туып, өрбіп, өзге мағынада көбіне екінші сөзбен тіркескенде пайда болады. Тапсырма: мәтін мазмұнын тыңдап, негізгі ойды анықтап жазыңыз. Ақ бөкенді қазақтар киік деп атайды. Киелі аң деп қастерлейтін осы сұлу жаратылыстың шөлейтті және далалы аймақтарда тіршілік ететіні белгілі. Олар ауа райына, жайылымның жағдайына байланысты қоныстарын ауыстырып отырады. Киіктердің арнайы түрде лақтайтын, өрістейтін тұрақты жері сол өңірге жыл сайын жылы жақтан келіп, кері қайтатын арнайы жолы да болады. Бір ғажабы, ақбөкендер табиғат тамыршысы секілді. Қыстың қарлы боранды болатынын, көктемнің кеш туатынын алдын ала болжап біледі. Олар жылына бір рет лақтап, өсіп өнеді. Лақтарын құралай деп атайды. Дескриптор мәтін мазмұнын түсініп тыңдайды, мәтіндегі негізгі ойды анықтап жазады. Екінші тапсырма: берілген тіркестерді тура және ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай бағандарға бөліп жазыңыз. Жақсы сөз, жақсы ой, жақсы бала, жақсы өмір, жақсы адам. Терең сай, терең білім, терең құдық, терең сезім, терең су. Дескриптор сөз тіркестерін оқиды, тура және ауыспалы мағынадағы тіркестерді бағанға бөліп жазады. Қане балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Тура мағына: жақсы бала, жақсы адам, терең құдық, терең сай, терең су. Ауыспалы мағына: жақсы өмір, жақсы ой, жақсы сөз, терең білім, терең сезім. Үшінші тапсырмада балалар, берілген сөздерді анықтамаға сай сәйкестендіріңіз. Мұрат осы қисық мінезінің кесірінен тағдырынан талай таяқ жеп жүр. Күздің суық күндерінде балалар да сағынған мектебіне оралды. Дескриптор сөздің тура және ауыспалы мағынасын ажыратады, сөйлемдерді сәйкестендіреді. Өзімізді тексерейік. Тура мағына: күздің суық күндерінде балаларды сағынған мектебіне оралды. Ауыспалы мағына: Мұрат осы қисық мінезінің кесірінен тағдырдан талай таяқ жеп жүр. Жарайсыңдар балалар.
Ал енді сабағымыздың соңын қорытындылайық. Ақ бөкен туралы мәліметтер алдыңыздар, мәтіннің негізгі ойын білдірдіңіздер, тура және ауыспалы мағынаны меңгердіңіздер. Қосымша тапсырма: көркем әдебиеттен тура және ауыспалы мағыналы сөздерге мысал келтіру. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.